Қайсар қыздары гандболдан Қазақстан Республикасы жазғы спартакиадасының 6 дүркін чемпион атанды. Шешуші ойында Вячеслав Чансебович бапкердің шәкірттері астаналық спортшылардан басым түсіп, алтыннан алқа тақты. Жарыс фавориттерінің бірі саналатын Астана қолдобы шеберлері ақтық ойынға дейін барлық қарсыласын тізе бүктіріп, қайсарлықтарға қарсы нық сеніммен дайын тұрған еді. Сыр елінен олжалы оралуды басты мақсат еткен елордалық қыздардың жоспары бұл жолы іске аспады. Яғни спартакиаданың 5 дүркін жеңімпазы қайсар гандболшылары оңай шағыла қоятын жаңағы емес екендіктерін көрсетті. Қос тайымда басымдықты өзгеге бермеуге тырысқан Вячеслав Ким шәкірттері діттеген мақсатына жетіп, жарыс жеңімпаз атанды. Вероника Хардина мен Жанерке Сейтқасым бастаған қайсар қыздары қарсы қақпаға 42 гол соғып, өз қақпасына 30 гол жіберіп алған болатын. Міне осылайша қайсар Қазақстан Республикасы жазғы спартакиадасының 6 дүркін жеңімпаз атанды. Вячеслав Чансебович командасы жеңісті жолды 4 жылдан кейін де жалғастыруды көздейді.